Бүгінгі таңда міне Таврия ауылында орташа жөндеу жұмыстары атқарылып жатыр, асфальт салынып жатыр. Мердігер Жас Ұлан компаниясы ұтып алған болатын. Осы орташа жұмыстарына 47 миллион облыстық бюджеттен бөлінген болатын. 4200 шаршы метр 2 қабатта асфальт салынып жатыр. Енді мердігерлердің келісім-шарт бойынша бір айда жұмыстарын аяқтау керек болатын, бірақ мердігерлер айтып отыр, осы 2 күнде жұмыстарын толықтай аяқтаймыз отыр. Ұзындығы 600 метр. Сметаға сәйкес бұл республикалық жол Таврияның ішінен өткендіктен мектеп жанынан тағы өтетін жолдардың жанында жол қауіпсіздігін сақтау үшін тағы да қосымша белгілері орнатылатын болады. Осы құжаттама бойынша біз орта жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бірінші, екінші қабат салынады. Ірі түймешегіміз өзі қалыңдығы 6 сантиметр, кіші түймесі 4 сантиметр. 2 қабат салынады. 31 тамыз күні бастадық. Құжаттама бойынша бір айдың ішінде бізді бітіруіміз керек. Ауа райы қолайлы болса, осы 15 күнде бітіруге тырысамыз. Техника бәрі жеткілікті. Бізді өзімізде қазір асфальтоукладчигіміз жүріп жатыр. 2 10 тонналық катоктар басып жатыр. Грузчигіміз бар. Артынан тағы бір грейдеріміз бар, водовозымыз бар. Сыпыратын сыпырткішіміз, тракторымыз түгелі бар. Жеткілікті бәрі. Талай жылы осы ауылдың ішіндегі жолдар жөнді болмай, көп балалар да мектепке барады, машинадар да өтеді. Кішкене балалар үшін қорқып, сақтанып, балаларды мектепке өзіміз жүріп апарып жүрдік. Енді қазір биылдан бастап ауылдың ішіндегі жолын жөндеп жатыр. Өздеріңіз көргендей өте жақсы.